Сәлеметсіздер ме? Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушы Талғатбекова Рахима Диханқызы боламын. Сіздермен бірге қазақ тілінің үздік оқыту әдістемесі конкурсына қатысып, өз жобамды ұсынбақшымын. Қазақ тілі мен тақырып жалпы қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытудағы заманауи білім беру коллаборациясы деп аталады. Ал сабақтың тақырыбы 9-10 сабақ Ғабиден Мұстафин Қарағанды романы бойынша. Сабағымыздың мақсаты студенттер мәтінді түсініп оқиды, стилін анықтайды, берілген сұрақтарға жауап береді және тілдік ерекшеліктерді талдайды. Жалпы әдістеме бойынша әдістеме 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлімі коллаборативтік оқу, негізгі бөлімі айтылым және оқылым тыңдалым дағдылар бойынша және қорытынды бөлім. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Тағы да оқылым алды тапсырмасы бойынша ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын оқылым алды тапсырмасына назар аударатын болсақ, жалпы кез келген сабақты жүргізбес бұрын жаңа сабақта мәтін бойынша оқылым алды тапсырмасын жүргіземіз. Бұл жерде learning абстракты бағдарламасын ұсынғалы отырмын. Бұл бағдарлама арқылы біз не істей аламыз? Берілген сөздерден сөйлем құрай аламыз, тақырып бойынша сөздікпен жұмыс жасай аламыз, яғни жаңа сөздермен сурет және қазақша сөздерді сәйкестендіру тапсырмасын орындай аламыз. Осы оқылым алды тапсырмаға learning apps бағдарламасынан сіздерге бұл жерде сіздер керек бірінші бір үлгіні көрсетейін, қазір сіздер білмейтін боласыздар. Сөздерді жазатын боламыз. Бұл жерде берген оқылым мәтіні бойынша осы learning apps бағдарламасын пайдалана отырып сөздерді тиісті орнына қоятын. Сценарийлік негізде оқыту бойынша алған. Бұл неліктен пайдасы бізге қандай деген сұраққа келетін болсақ, өмірде қауіп қатерден тыс нақты тәжірибе жинау қажеттілігі, мәселелерді өз бетінше шешу, сыни ойлау және де шешім қабылдау дағдыларын дамыту қажеттілігі болып табылады. Сонымен қатар бұл сценарийлік негізде оқытудың артықшылықтары қандай? Эмоционалды елігу, ұзақ мерзімді жадта байланыстыратын пайда болуына ықпал етеді. Осы студенттер мен оқушылар тура өмірдегідей қателіктерді жөндеуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар сыни ойлауды дамытады, яғни біздің функционалды сауаттылығымызды арттырады. Өмірде тәжірибеде жинақтауға қажетті уақытты қысқартады, мәнмәтінді қамтамасыз. Жақсы, ары қарай бізде айтылым тапсырмасы немесе шығармашылық тапсырма деп алып отырмын. Бұл жерде ағайынды гриммер әдісі бойынша, яғни неміс технологиясы бойынша ұсынып отырмын. Бұл жобаның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде қалай қолдансақ болады? Ең бірінші сөз етіп отырған жаңағы Ғабиден Мұстафиннің Қарағанды романы бойынша студенттерге үзінділерді топтарға бөліп беретін боламыз. Бөлінген топтарға қысқа уақыт ішінде топ ішінде рөлдерге бөлінуін, әркім өз қызметін таңдап алуын тапсырамыз. Мәселен, 30-шы бет екінші тапсырма бойынша берілген мәтінді бір топ алады. Ол топтың құрамында мейрам, ата, апа және режиссер немесе топ жетекшісі болады. Екі ұл және екі қыз баладан құралған топ өз тобына берілген мәтін бойынша айтылым тапсырмасын орындайды және де бұл тапсырманың тиімді жағы айта кетелік, оқытушы айтылым дағдысын ғана іске қосып қоймай, бізде шығармашылық тапсырманы да баланың бойына бейімдей аламыз. Бізде келесі тыңдалым тапсырмасы студенттердің назарын қалай біз аудио мәтінге аудара алсақ болады. Ең бірінші студенттердің назарын аудио мәтінге ұсыну үшін мәтіндегі сөздерді қате беру арқылы студенттердің назарын тыңдалған мәтінге аударсақ болады. Екінші, мәтіннің құрылысын, сөйлемдерін, реттілігін ауыстырып жіберетін болсақ, яғни кіріспені, негізгіні және қорытынды бөлімнің орнын ауыстыратын болсақ, бізде тыңдалып отырған мәтінге зер салып тыңдауға мүмкіндік туады. Жалпы осы шетелдік технологиялар, шетелдік әдіс тәсілдердің коллаборациясы арқылы біз қазақ тілі мен әдебиет сабағын әлдеқайда тиімді жүргізе аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.